Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл кім? Бүгінгі сабақта мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдардың кім, не туралы екенін түсінесің. Мұғалімнің көмегімен көптік жалғауын сөйлеу барысында қолданасың. Ал енді бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Бұл кім? Кто это? Бұл не? Что это? Мұқият тыңдаймыз және дұрыс қайталаймыз. Бұл кім? Бұл не? Жарайсыңдар балалар. Ендігі кезекте біз кім сұрағының дұрыс қолдануын білеміз бе? Ендеше бірге үйренейік. Суретке назар саламыз. Суретте бұл кім сұрағына жауап беретін сөздерді аңғарамыз. Ендеше бұл кім сұрағына жауап беріп, менімен бірге қайталаңыздар. Ата, дедушка, ата. Әже, бабушка, әже. Оқушы, ученик, оқушы. Мұғалім, учитель, мұғалім. Оқушылар, қазір біз көптік жалғауы туралы білетін боламыз. Суретке назар аударайық. Суретте кім және кімдер сұрағына жауап беретін сөздер көрсетілген. Ал жауап беріп көрейік. Бұл кім? Бұл оқушы. Бұлар кімдер? Бұлар оқушылар. Балалар, біз нені аңғардық? Адамдар санының көбеюіне байланысты біз лар жалғауын жалғадық. Көптік жалғауы көптік мағынаны білдіру мақсатында сөзге лар, лер, дар, дер, тар, тер жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Балалар, есте сақтаймыз. Бірінші тапсырма. Бұл кім, бұлар кімдер сұрақтарына жауап беретін сөздерді табыңыз. Балалар, ойлануға уақыт. Бұл тапсырманы өте жақсы орындайтындарыңа сенімдімін. Сәттілік. Ойланып болсаңыздар, онда жауаптармен таныс болайық. Бұл кім? Әке, ана, ата, әже. Бұл сөздер бұл кім сұрағына жауап береді. Ал бұлар кімдер сұрағына балалар деп жауап береміз. Әке, папа, ана, мама, ата, дедушка, әже, бабушка, балалар, дети. Балалар, есте сақтаймыз. Қазақ тілінде тек адамдарға ғана кім деген сұрақты қолданамыз. Жақсылап есте сақтап алыңыздар. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сенің атың кім? Менің атым Жұлдыз. Бұл кім? Бұл ата. Сау бол. Сау болыңыз. Тағы бір рет қайталаймыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сенің атың кім? Менің атым Жұлдыз. Бұл кім? Бұл ата. Сау бол. Сау болыңыз.
Келесі тапсырма. Суреттерді сөзге айналдырып, сөйлемді толықтырыңыз. Жұмысты керемет орындауларыңызға сәттілік тілеймін. Тек алға. Дайындалып болсаңыздар, балалар, ендеше жауаптарымен тексеріп көрейік. Қанекей, бұл ата. Бұлар балалар. Бұл мұғалім. Бұл ана. Керемет, балалар, өте жақсы нәтиже көрсеттіңіздер деп ойлаймын. Балалар, тапсырмалардан шаршадыңыздар ма? Ендеше сергіту сәтіне кезек берейік. Қанекей, балалар, көңілдірек отырайық. Балалар, келесі тапсырма. Ұяшықтағы сөздерді тиісті орындарға орналастырыңыз. Балалар, бұл жерде суреттер мен сөздердің орындары ауысып кеткен. Тек соны орындарына орналастыруымыз қажет. Ойлануға уақыт, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Уақыттарыңыз таяп қалды, жауаптарға кезек берейік. Жауабы: мұғалім, ата, әже, әке, балалар, ана. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Соны қорытындылайық. Мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдардың кім, не туралы екенін түсіндік. Сабақ барысында мұғалімнің қолдауымен көптік жалғауын сөйлеу барысында қолдандық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.